Ал енді мен сіздермен кейбір лайфхактармен бөліскім келіп отыр. Болмаса мен бұл платформаны басында ашқан кезде мен біраз қателер жасадым. Сол үшін кейбір жұмыстарды қайта жасау керек болды. Сол қателерді сіздер жасамасын деп кейбір нәрселерді түсіндіргім келіп отыр. Ең алдымен қараңыздар, сіздер жаңа бір курс ашасыздар ғой. Жаңа курс ашқан кезде біз осындай бір аутлайн дайындап едік. Біз бұл жерде тез дайындап кеттік қой. Бірақ себебі мен шаблонды бірнеше рет қателескеннен кейін бірақ дайындадым. Менің алғашқы шаблондарым осы форматқа келмеген еді. Сол үшін сіздер сіздер ең алдымен мына платформаны түсінулеріңіз керек. Бұл жерде өздерінің берілетін курстары бар ғой, андай мысал ретінде. Соның ішіне кіріп көріңіз. Мысалы, сіз егер математик болсаңыз, сіз математиканың ішіндегі қандай емтихандар бар екен қараңыз. Олардың шаблондары қандай екен бірінші үйреніп алыңыз. Егер физик болсаңыз, физиктердікін тексеріңіз. Химик болса, химиянікін тексеріңіз. Бұл не үшін керек? Себебі сіз мен сияқты, мен басында емтиханның парағын дайындап қойдым. Сосын осының ішіне жүктеген кезде форматы дұрыс емес екенін түсіндім. То есть мен балаларға жауап жазатын орын қалдырмағам. Одан кейін мен оны қайта жасадым. Сұрақтардың санын өзгерттім. Ақыры соңында менде осындай вариант шықты. Так, бұл балалардың жауабы міне. То есть мен уже түсінгеннен кейін мен бөлек балалардың аттарын жазатын бөлек орын қалдырдым. Одан кейін әр сұраққа жауап беретін орын қалдырдым, болмаса жауабын қалдырдым. Бұл не үшін керек? Сіз аутлайнды мына жерде толтырған кезде сіз осындай бір контейнерлер қоясыз. Бұл контейнерлер грейнскопқа әр сұрақтың қайда екенін түсіну үшін өте маңызды. Егер сіз бұны істемесеңіз, грейнскоп сізге көп нәрсені автоматтандыруға көмектесе алмауы мүмкін. Сол үшін сіз өзіңіздің шаблоныңызды дайындаған кезде сіз осыны есте сақтап отыруыңыз керек. Сіз әр сұрақтың өзінің бір жауабы қай жерде болатынын заранее ойластыруыңыз керек. Мен ең қарапайым түрде осылай бетті 3-ке бөлдім. Сіз бетті 2-ге бөлсеңіз болады. Болмаса сіздің сұрақтарыңыз қысқа болса 4-ке болсаңыз болады. Егер сізде емтиханыңыз тест болса, онда тіпті оңай. Сізде тест күйінде болады. Сіз просто тесттің астында варианттар болады ғой, сол жерді белгілейтін боласыз. Сонда сізге грейдскоп сол жерде бала қай вариантты бояп таңдағанын қарап отыратын болады. Осы мәселе өте маңызды. Себебі мен басында көп уақыт осымен жоғалттым. Мен дайындаған емтиханым соңында дұрыс емес болып шықты. Мен оны қайта жасау керек болдым. Одан кейін мына жерде сіз оның бәрін жеке жүктей алатын боласыз. Егер сізде бір бетте бірнеше сұрақ болатын болса, онда мына жерден сұрақтар санын қоса бересіз. Қосып болғаннан кейін сізде главное save outline деген басасыз. Ал мына жерде сіздер байқаған шығарсыздар, мына контейнерлер жасыл болып тұр, бұл сұрақтардың контейнері. Мысалы, мен мына бірінші сұраққа келсем, мына оң жағында мынау сұрақ сразу бүйтіп асты сызылады. Егер мен 2-ге келсем, мына жақта мына контейнер жасыл болып белгіленіп тұрады. Сіз тура солай шатаспайтындай бүйтіп қарай аласыз. Ал мына жоғарыдағы сары болып тұрғандар, бұл уже баланың аты, ол бөлек аккаунт. Мысалы, сіз бір Сұлтан Мұсахан деген бір баланың атын, мысалы, ол жазды. Сізде, значит, тіркелген балалардың арасында да тура сол Сұлтан Мұсахан деген бала бар, болу керек. Болмаса сіз оны тіркеуіңіз керек. Бұл бөлек сарымен белгіленген. Неге? Себебі бұл өте маңызды. Ол оқушының атын танып, басқа аккаунтымен сәйкестірген кезде, одан кейінгі барлық оның жауаптарын осы аккаунтқа байлайтын болады. Сол үшін баланың аты анық жазылғаны тоже өте маңызды. Сол үшін сіз баланың атына бөлек бір орын қалдыруыңыз керек. Егер де, мысалы, мынандай қате жасауға болады. Сіз, мысалы, студент name дегенді жазасыз, одан кейін мынандай сызық қалдырмасаңыз, балалар әртүрлі жазады. Біреу оны бір строкаға жазу мүмкін, бір жолға, кейбіреулер 2 жолға жазу мүмкін. Әртүрлі варианттар болуы мүмкін. Енді оқушылар бала болғаннан кейін олар әртүрлі вариантпен жазуы мүмкін. Сол үшін сол қателесу рискін минимумға жеткізу үшін сіз балаларға лучше осындай бір сызық қалдырсаңыз болады. Болмаса тура осындай бір контейнер жасап қойыңыз, контейнердің ішінде ғана жазады. Одан бөлек балаларға бұл емтихан парақтарын таратқан кезде балаларға обязательно ескертіңіз.
То, что балалар мысалы мына бірінші сұрақтың жауабын обязательно осының ішіне жазу керек. Болмаса осы қалдырған орынның ішінде ғана шығару керек. Егер де бұл орын жетпей жатса, онда сәл көбірек орын қалдырсаңыз болады. Бірақ осы сіз белгілеген жерден олар аспау керек екенін түсіндіріңіз. Неге? Себебі грейдскоп ол мысалы сіз рамка белгілейсіз ғой мына жерде. Мысалы мына бірінші сұрақты осы жерден ғана қарайды. Егер сіздің балаңыз бұның сыртына шығып кететін болса, онда грейдскоп оны көрмейді. Сіз мысалы мен мына жерде бос орындар қалдырдым, сіз одан да күшті істей аласыз. Сіз бүкіл бірінші сұрақты бір рамканың ішіне қойсаңыз болады. Сонда бала сол рамканың ішінде ғана жазуға тырысады. Бұл енді балалар бұндай қате жасамауы мүмкін, жастары сәл үлкендеу болса, бірақ кішкентай бала болса, ол ондай қатені жасап өзі байқамай қалуы да мүмкін. Ертең бағалаған кезде төмен баға алып қойса, баға кішкене көңіл күйі түсіп қалуы мүмкін. Сол үшін ондай ыңғайсыз жағдайларға бармау үшін осындай нәрселерді алдын ала ескергеніңіз жөн болады. Менің ең алғашқы жасаған қателерімнің біреуі осы болды. Сіз бұл қатені жасамай қойыңыз.